Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін рогаликтер дайындаймын. Ыдысымызға жылы сүт пен дрожжды қосамыз. Содан соң бөлек ыдысқа жұмыртқа, секер, ванилин, тұзды араластырамыз. Үстіне ерітілген сары май және де сүт пен дрожж қосылған массамызды қосып, ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Оны 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Міне 1 сағаттай өтті, қамырымыз осындай болып көтерілуі қажет. Енді оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Енді қамырымызды дөңгелек қылып илейміз. Илеп болғаннан соң оны 16 бөлікке бөлеміз. Ортасына мен варенье салдым. Енді осыны видеодағыдай қылып ораймыз. Пеште 180 градусқа қойып 35 минут пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын.